Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай қазанда пісіретін нанның рецептісімен бөлісемін. Тандырда піскенде өте дәмді болып шығады. Ең алдымен жылы суға қант салып ертіп аламыз, және де бір ас қасық көлемінде дрожж салып араластырып аламыз. Бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз, көтерілгенше. Біздің опорамыз дайын болды, осылай көпіріп. Одан соң алдын ала електен өткізіліп алған ұнға сол сұйықтығымызды құйып, бір ас қасық көлемінде тұз салып, жақсылап ерітіп аламыз. Сұйық май қосып, жақсылап араластырып, осы сұйықтықтарымыздың барлығын біркелкі етіп, қамырын елеп алатын боламыз. Бізге керекті заттардың мөлшерін описаниеге жазып қалдырамын. Біздің нанымызды қазанға салып пісірген кезде өзінің формасын жақсы ұстап тұру үшін осындай қатты қамыр керек. Қатты біркелкі қамыр елеп аламыз. Енді бетін жауып 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз кішкене көтерілді. Енді 2 бөлікке бөліп суала жасап аламыз. Дөңгелек қылып, яғни. Енді қамырларымыздың бетін жауып, кішкене тындырамыз. Қамырларымыз тынғанша қазанмен қақпағын қыздырып аламыз. Қазанымыздың түбі күйіп кетпеу үшін осылай тұз сеуіп аламыз. Сонда қазанымызға ештеңе болмайды. Газдың кішкене көзіне қазанның қақпағын қойып, оны да міндетті түрде қыздырып аламыз. Енді нанымыздың зуаласын дайындап аламыз. Осылай ортасын жақсылап қолымызбен басып, тескіштің көмегімен осылай тесіп аламыз. Немесе сіздерде ондай тескіш болмаса, вилкамен сесеңіздер де болады. Содан соң бетін осылай пакетпен жауып демалдырамыз. Нанның екінші бетін алып, осындай астыңғы жағына жұмыртқаның ағын қолымызбен біркелкі етіп жағып шығамыз. Бұл біздің нанымыздың қақпаққа жабысып тұру үшін, кейін оңай алыну үшін керек болады. Содан соң ыстық біздің қызып тұрған қақпақты осылай аламыз. Астына міндетті түрде картон немесе темір зат қойып қойыңыздар. Күйдіріп жіберу мүмкін. Ұстағанда да абай болып осылай жабыстырамыз. Және де шеттерінің барлығының жабысқанына осылай көз жеткізіп алатын боламыз. Нанның бетіне болса, жаңағы жұмыртқамыздың сарысын барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығамыз. Және де бетіне күнжіт сеуіп алатын боламыз. Қызып тұрған қазанымызға қақпақты кигізіп, 25 минут, 30 минут көлемінде пісіп шығады біздің нанымыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, тура тандырда піскендей. Мен ортасы жақсылап пісу үшін осылай қызартып пісіріп алдым. Енді пышақтың көмегімен нанымызды ажыратып алатын боламыз. Бірінші нанымыз пісіп шыққаннан соң қақпақты бір жуып алып, екіншісінде дәл осылай пісіреміз. Мінекей нанымыздың асты да қызарып, біркелкі болып пісті, ешқандай қақпаққа жабыспайды. Дәмі ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей ортасын сіздерге көрсетейін. Ортасы да барлығы жақсы болып пісіп шығады. Достар, егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!